Бәріңе сәлем. Алдыңғы ноутбук таңдардағы 5 қателік деген видеода 2К просмотр және 200 лайк жиналыпты. Сондықтан бүгін ноутбук таңдардағы 7 кеңес туралы айтамын. Және осы видеоны көрген адам точно ноутбук таңдаудан шатаспайды. Одан бөлек мен видеоның соңында әр бағада топ жақсы ноутбуктарды айтатын боламын. Сол арқылы сендерге ұнаған ноутбукты осы видеодан алсаңдар да болады. Осымен видеоның басын созбай, видеоға кеттік короче. Ең бірінші ноутбук таңдарды назар аударарлық зат оның мониторы. Кейбіреуі ал характеристикасы ше деп айтуы мүмкін. Оларға айтарым, ноутбукта әр кезде монитор, клавиатура бәрі бір-бірімен біріккен. Сондықтан каждый бөлшектерін бөлек-бөлек ала алмаймыз. Монитор да осы себептен бірінші таңдалуы керек. Өйткені материнский платадағы бөлшектердің құрастырған информациясын монитордан ғана көре аламыз. Сондықтан біріншіден экран матовый және IPS болуы керек. Бәрің білетіндей, монитор әр уақытта компьютерде немесе ноутбукта басты рөлді атқарады. Себебі монитор арқылы біз компьютер құрастырған информацияны көре аламыз. Және біз оны өзіміздің көзімізбен көргендіктен көзге де 100% зиян тиеді. Оған мынандай теория бар. Әр монитордың ақпарат шығару технологиясы бар, және ескі мониторда шим деген технология қолданылады. Мен бұл туралы айттым, бірақ қайталап кетейін. Шим немесе широтная импульсная модуляция энергия тұтынушысын пульсациялық қосу немесе өшіру арқылы қуатты басқару процесі. Мен бұны Википедиядан оқыдым. Енді өз тілімізбен түсіндірейін. Шим дегеніміз монитордың пульстарымен көрінуі. Оны біз тек мониторды видеоға телефонмен түсіргенде немесе камерамен түсіргенде байқаймыз. Ол әсіресе мониторлардың TN деген матрицасында көп кездеседі. Шим көзге өте қатты зиян, одан миопия деген ауру пайда болуы мүмкін. Бірақ монитордың дұрыс түрін алатын болсақ, көз онша қатты қиналмайды. Мысалы, бірінші, ол IPS матрица болуы керек. Екінші, матовый антибликовый экран обязательно. Үшінші, үлкен дюйм керек, ең минимумы 21. Егер осы үш стандартты сақтайтын болсаң, сенің көзіңе монитор зиян болмайды. Бірақ ноутбук үшінші шартты орындай алмауы мүмкін, себебі ноутбукта максимум 17 дюйм. Сондықтан ноутбуктың мониторы бастапқы екі шартқа сай келсе, онда ала беруге болады. Екінші кеңес, егер ноутбук ойынға болса, процессорге қараудың керегі жоқ. Бұл кеңесте мен сендерге мүлдем процессорге қарама деп айтып жатқан жоқпын. Просто мына жерде бір нәрсені ескеру керек. Егер де сендер игровой ноутбук алатын болсаңдар, онда ол игровой болса мощный болуы керек. Значит, бұл жерде біз FPS-ке қараймыз. Яғни FPS көп беретін біріншіден бізге видеокарта, екінші оперативный память, ал үшінші важный зат ол процессор. Егер де процессор мен видеокарта сай келмейтін болса, онда FPS аз болады. Сондықтан да мысалға компьютерді құрастырайық деп келтірейік. Обязательно компьютердің мощностьына және де ақшаларыңа байланысты бірінші видеокартаны таңдайсыңдар. Сосын бұл компьютер ойынға болғандықтан процессор тек видеокартаға сай келсе ғана болды. Бұл жерде де видеокартамен дұрыс жұмыс істейтін процессорды таңдау керек. Конечно, бұл процесс қиын. Өйткені дұрыс емес процессор таңдасаң, сенің мощный видеокартаңнан пайда жоқ. Ал ноутбуктарда ондай емес, себебі ноутбукты сендер құрастырмайсыңдар. Производитель ноутбукты шығарған кезде процессор мен видеокартаны бірдей қылып шығарады. Яғни заводтан шыққаннан кейін олар бір-бірімен сай келіп тұрады. Егер видеокарталарың мощный болса, онда процессорлерің де сонымен бірге келіп тұр деген сөз. Ал жұмысқа болса, бұл жерде керісінше сендер процессорге қарайсыңдар. Тура осындай алгоритммен ноутбук таңдауды ыңғайлатуға болады. Енді үшінші кеңес, ноутбуктың мониторының рамкасы жіңішке болуы керек. Қаншалықты сендер ноутбуктың мониторының дюймі үлкенін таңдасаңдар да, рамкасы қалың болатын болса, мониторы кішкентай деп есептеледі. Себебі монитордың керек емес бөлігі ол оның рамкасы. Бұл пунктта сендерде егер де қымбат ноутбук болса, таңдау оңайырақ болады. Себебі қазір көп мониторлар жіңішке рамкамен. Производителер көбінесе қазіргі ноутбуктардың рамкасын жіңішке қылып жасап жатыр. Сондықтан да сендер 2000 жылдағыдай осындай үлкен рамкамен мониторлар көрмейсіңдер. Максимум қалың болатын рамка ол астыңғы рамкасы ғана. Осы себептен бұл пункттан шатаспайсыңдар деп сенемін. Төртінші кеңес, монитордың разрешениесі бойынша ең оптималды түрі ол Full HD разрешение. Соңғы кездері ноутбуктың производительдері 4К монитор туралы трендті шығарып жүр. Менің ойымша бұл маркетинговый ходқа түсудің керегі жоқ. Даже назарларыңды да аудармаңдар. Өйткені адамның көзі Full HD мен 4К-ның арасындағы разницаны даже 24 дюймнің өзінде де көрмейді. Ал 17-15 дюймдық мониторда вообще ештеңе байқалмайтынын түсінесіңдер. Және сендер ноутбукқа 4К монитор алатын болсаңдар, Windows'та кішкентай элементтерді байқайсыңдар. Бұл көзге дискомфорттан басқа ештеңе әкелмейді. Сосын айта кету керек, 4К разрешение ноутбуктың мощностьін алады. Егер де сендер сондай разрешениемен отыратын болсаңдар, видеокарта мен процессорды қыздыруы мүмкін. Сол себептен ең оптимал разрешение ол Full HD, яғни 1920-ға 1080 пиксель. Ал сендердің ноутбуктарының видеокартасы мощный болып, сендер 2К-ны 4К-ны қолданғыларың кетсе, онда новый монитор аласыңдар. Бұл кезде 2К 4К болса да, оны өздерің таңдайсыңдар. Бесінші кеңес, HDD-ның орнына SSD алу керек. Көп производителер рынокта озық үшін және де өздеріне эконом жасау үшін SSD-ның орнына HDD салады. Бірақ та кейбір білмейтін адамдар сапасына қараудың орнына санына қарайды. Яғни 512 гигабайт SSD алудың орнына 1 терабайт жесткий диск алады. Хотя SSD бұл жерде жылдамырақ болатынын білу керек.
HDD мен ноутбукты мүлдем таңдамау керек. Себебі носительдің бұл типі өте ақырын. Сенің системаң ұзақ қосылып және ұзақ өшеді. Ал программалар мен ойындар нервқа тие бастайды. Сондықтан да егер де ноутбук алатын болсаңдар, SSD-сіз ноутбук мүлдем алмаңдар. Алтыншы кеңес: оперативный памятті көбірек алған жақсы. Және обязательно DDR4 болу керек. Оперативный памятті көбірек таңдаған сендердің ноутбуктарыңа да өздеріңе де пайдалы. Себебі сендер оперативный памятті көбірек таңдасаңдар, ноутбукты нагружать етпейсіңдер. Және өздеріңнің де нервтарыңды құртпайсыңдар. Бірақ та оның пределі бар. Егер сендер ноутбукты ойынға таңдайтын болсаңдар, 16 гигабайт жетеді. 16 гигабайт даже жұмысқа да 3D программаларға да жетуі мүмкін. Себебі қазіргі кезде 2021-дің стандарты 16 гигабайт. Одан асатын болса просто так ақша кетіргенің болып есептеледі, ал одан аз болса ноутбугың нагружаться етеді. Сондықтан да қазіргі кезде егерде сендердің бюджеттерің нормальный болса, 16 гигабайт обязательно алу керек. Және оның форматы DDR4 болуы обязательно. Себебі менің ескі ноутбугымды мысалға келтіретін болсақ, оныңқы DDR3. DDR3-тен DDR4 екі есе жылдам. Және де екеуінің айырмашылығы олардың частотасы. Бірақ та рынокта қазіргі ноутбуктарда DDR3 мен DDR4 болғандықтан шатаспайсыңдар. И то DDR4 көбірек болып келеді. Сондықтан да золотой стандарт 16 гигабайт және де DDR4. Жетінші кеңес: ноутбукта дискретный видеокарта обязательно болуы керек. Мысалы, сендер магазин аралап отырып нормальный ноутбук таптыңдар деп елестетейік. Бірақ та оның видеокартасы интегрированный болса, онда оны алудың керегі жоқ. Мысалы, мына интегрированный видеокарталар даже CSGO-ның өзін көтермейді. Олар кейде былай жазылып тұрады: Intel UHD Graphics немесе AMD Radeon Graphics. Егер де олардың қасында обычный видеокарта жазылып тұрмаса, онда алудың керегі жоқ. Обычный видеокарта дегеніміз GTX 1650, 1660, RTX 3060, 2060 деген сияқтылар. Бұларды дискретный видеокарта дейміз. Енді ноутбук таңдарда сендер қателеспейсіңдер деп ойлаймын. Өйткені мен сендерге ең басты өзімнің 7 кеңесімді айттым. Бірақ сонда да әр бюджетте мен сендерге топовый ноутбуктарды тауып бердім. Осыларды айтайық. Бюджетіміз 200 мыңнан басталады. 200 мыңға мен сендерге Acer Aspire 3 деген ноутбукты таптым. Топовый ноутбук деп айта алмаймын, бірақ өз бағасына келгенде нормальный. Характеристикасы: экранның диагоналі 15,6 дюйм, разрешение Full HD, герцовкасы 60 Гц, матрицаның түрі TN, және процессор i3 10-шы поколение, лэптоп версия. Процессорде 2 ядер, конечно жетпейді, бірақ та 200 мың теңгеге бұдан жақсысын таппайсыңдар. Видеокарта GeForce MX 330, CSGO, Dota сияқты ойындарды нормальный көтереді. Оперативный памяттің объемы 8 гигабайт және DDR4. Конечно, мен сендерге жетпейді деп айттым, бірақ та CSGO, Dota сияқты ойындарға смело болады. Және ең жақсысы, бұл ноутбукта SSD орналасқан, объемы 512 гигабайт. Келесі бюджет 300 мың теңге. Бұл бағада мен бағанағыдан чуть-чуть күштісін ғана таптым. Бұл ноутбуктың характеристикасы: диагональ бағанағыдай 15,6 дюйм, разрешение Full HD және де герцовкасы 60 Гц, тип матрицы TN және де покрытие экраны матовый, процессор i5 10-шы поколение 4 ядер. Осы жерден ғана күшті, себебі видеокартасы MX 330 және оперативный память 8 гигабайт DDR4. SSD-ның объемы 256 гигабайт. Келесі бюджет 400 мың теңге. Осы жерде народный ноутбуктарды табуға болады. Мен ішіндегі ең топовыйын алдым және Каспида бұл ең танымал түрі. Характеристикасы: диагональ 16,1 дюйм, разрешение Full HD және герцовкасы 144 Гц, покрытие матовый, матрица IPS, процессор Ryzen 5 5600H, 6 ядер және де 12 поток. Видеокарта новыйдан шыққан RTX 3050, размер оперативной памяти 16 гигабайт DDR4. SSD-ның объемы 512 гигабайт. Келісетін болсаңдар, бұл бағанағы бюджеттегі ноутбуктардан қарағанда жақсырақ. Келесі бюджет 500 мың теңге. Бұл жерде де қатты ештеңе өзгермеген. Ноутбуктың аты Asus TUF Gaming F15. Экранның диагоналі 15,6 дюйм, разрешение Full HD және герцовкасы 144 Гц, покрытие экрана матовый, тип матрицы IPS, процессор Core i5 11-шы поколение, лэптоп версия. Видеокарта бағанағыдай RTX 3050. Оперативный памяттің размері 16 гигабайт, SSD-нікі 512 гигабайт. Келесі бюджет 600 мың теңге. Бұл жерде кішкене өзгеріс бар. Ноутбуктың аты тағы да Asus TUF Gaming F15. Характеристикасы: экранның диагоналі 15,6 дюйм, разрешение Full HD, герцовкасы 240 Гц, покрытие экрана матовый және де матрица IPS, процессор i5 11-шы поколение, лэптоп версия. Видеокарта RTX 3060 6 гигабайттық түрі. Оперативный памяттің размері 16 гигабайт DDR4. Ең соңғы бюджет 700 мың теңге. Себебі менің ойымша бұдан қымбаттары керек емес. Характеристикасы: диагональ экрана 15,6 дюйм, разрешение Full HD, герцовкасы 240 Гц, покрытие экрана матовый, тип матрицы IPS, процессор i7 11-шы поколение, лэптоп версия. Видеокарта RTX 3060 6 гигабайттық түрі. Оперативный памяттің размері 16 гигабайт DDR4. SSD-нікі 512 гигабайт. Осымен видеоны аяқтайық. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер және де Telegram каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ол да описанияда. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.